Сәлем достар, бүгін Samsung Note 20 Ultra туралы талқылаймыз. Кез келген адамға көрсетсем, бұл смартфон ұнайды, ал бағасын айтсам, ұнамайды. Қымбат дейді. Бұл смартфон бағасы 8 гигабайт азуы бар теңге, ал 12 гигабайт азуы бар теңге. Шынымен, неге қымбат? Бұл видеода осы сұраққа жауап беруге тырысамыз. Бұл Кастех шоу, ал біз бастаймыз. Біріншіден, Samsung аты бүкіл әлемге әйгілі, өзін нарықта көрсеткен қымбат смартфондары жақсы екенін дәлелдеген. Сол үшін 80 мың теңге деп есептейміз. Екіншіден, бұл жаңа смартфон, ал кез келген жаңа модель қымбат болады. Сол үшін де біз оны 80 мың теңге деп санайық. Мысалы, жаңа модель киім болсын, жаңа модель машинаның өзі ескіргенге қарағанда қымбат болады. Үшіншіден, дизайн. Дизайн қарасаңыз өзгеше, басқаларға ұқсамайды. Вау эффектісі бар. Қасындағы адамдарға көзге түседі. Және ұмытпаңыздар, бұл бизнес смартфон. Сол үшін оған да 80 мың теңге деп есептейміз. Ал енді төртіншіден, енді материалдық құндылығы жағынан қарайық. Екеуінің моделінің айырмашылығы баға жағынан 100 мың теңге, ал ішкі дүние жағынан азуы 4 гигабайт айырмашылығы бар. Яғни 4 гигабайт азу 100 мың теңге деп есептейміз. Бесіншіден, егер сіз балғамен мына экранды ұрып сындырсаңыз, бұл дисплейді ауыстыру 140 мың теңге тұрады. Алтыншыдан, егер мына артындағы 3 камера блогын жөндейм десеңіз, 130 мың теңге тұрады. Ал мына тұрған шынысы бөлек 30 мың теңге болады. Жетіншіден, бизнес смартфон ішінде топты процессор Exynos 990. Айтпақшы, бұл 5G. Процессор бөлек сатылмайды, бірақ оған да 100 мың теңге деп есептейміз. NFC жүйесі арқылы төлей аласыз, оны 30 мың теңге деп санайық. Жалпы NFC арқылы тек iPhone мен Samsung'та істейді, оны ұмытпаңыздар. Сегізіншіден, сымсыз қуаттайды. Басқа смартфонмен немесе құлаққапты қуаттай аласыздар. Оны да 30 мың теңге деп есептейміз. Ал 9-шыдан, басқаларды санамаса болады. Суға шыдайды, IPS 68 селфи камерасы бар, қаламын бөлек есептесеңіз болады. Өте жылдам деп бекер айтпады, өйткені мен әдейі бұл басқа кабель, басқа адаптер арқылы қолданып едім. Бұл смартфонды 4 сағаттай 100%-ке әзер жетті. Және соңғысы, осының бәріне қоса, егер сіз Samsung Note 20 Ultra сатып алсаңыз, сізге қосымша Samsung Watch 3 сыйлыққа береді. Ал оның бағасы 200 мың теңгедей. Енді осы аргументтерден кейін Samsung Note Ultra қымбат деп кім айтады? Ал сізге бұл смартфонның қай қасиеті ұнады? Комментке пікір ретінде жазыңыздар. Осымен бұл видеоны аяқтаймын. Егер бірінші рет қарап отырсаңыз, бұл каналға жазылыңыздар. Алдыда көп қызық және пайдалы ақпарат болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.